Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мен салқын су ішемін». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Я буду пить прохладную воду». Тыңда, қайтала оқы. Әлібек, сен су ішесің бе? Әлібек, ты будешь воду пить? Иә, Аннель, мен су ішемін. Да, Аннель, я буду пить воду. Әлібек, жылы су іш. Әлібек, пей теплую воду. Суық ішпе, не пей холодную воду. Ауырып қаласың, заболеешь. Мен суық су ішпеймін. Я не буду пить холодную воду. Салқын су ішемін. Буду пить прохладную воду. Бірінші тапсырма, сұраққа жауап бер. Бұл не? Сурет бойынша сұраққа жауап беріңдер. По картинкам ответить на вопрос. Бұл не? Бұл қызанақ. Что это? Это помидор. Бұл не? Бұл сәбіз. Что это? Это морковь. Бұл не? Бұл анар. Что это? Это гранат. Бұл не? Бұл апельсин. Что это? Это апельсин. Бұл не? Бұл нан. Что это? Это хлеб. Бұл не? Бұл алма. Что это? Это яблоко. Екінші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Мысалы, шырын. Вместо пропущенных букв вставляйте буквы. Үшінші тапсырма, үлгі бойынша диалог құрыңдар. По образцу составить диалог. Үлгі, образец. Бұл су ма, шырын ба? Это вода или сок? Бұл шырын. Бұл қандай шырын? Это какой сок? Бұл алма немесе қызанақ шырыны. Это яблочный или томатный сок? Шырын қандай? Сок какой? Шырын дәмді немесе салқын, жылы, тәтті, суық. Сок вкусный, либо холодный, теплый, сладкий или прохладный. Тапсырма. Домашнее задание. Өткен жаңа сөздерді қайталау. Повторить пройденные новые слова. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.